Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге тез әрі оңай дайындалатын драники жасайтын боламыз. Ол үшін бізге бірінші картоп қажет болады. Картопты бір ыдысқа теркадан өткіземіз. Одан соң үстіне жұмыртқаны шағып, дәміне қарай тұз, қара бұрыш, паприка және де өзіңіздің қалауыңыз бойынша специя саласыз. Содан соң оны вилкамен барлығын жақсылап біркелдетіп араластырамыз. Сосын оны жай отта қыздырылған майды екі жағынан аударып тұрып пісіріп аламыз. Сонымен біздің оңай драниктер дайын. Егер рецепт ұнаса каналға тіркеліп лайк басып кетіңіз. Ас болсын!